Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай трек пластика жасап үйренеміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Қандай материал керек, ол материал неше теңгеден, мына материалдың аты қандай, мына материалдың аты қандай, және мына жердегі заттарды қалай істейді, барлығын басынан аяғына дейін түсіндіретін боламыз. Егер сұрақтарыңыз бар болса, комментарийға жазып, бізден сұрасаңыздар, или мен номерімді жаңағы комментарийға қалдырам. Сол жерден WhatsApp-қа жазсаңыздар, барлығына жауап береміз. Ең бастысы барлығын айттық, тек қарасаңыздар болды. Ең бірінші Corel программасын ашып аламыз, мына жерде жасыл. Одан кейін менде негізі дайын тұр. Открыть деп дайын болып тұрған аудиокартамды ашам. Қазір. Менде аудиокартамды аштым. Мына жердегі бізде кішкене үлкейтіп аламыз. Мына квадрат бізге керек емес, таңдап өшіріп тастаймыз. Және мына квадрат бізге керек емес. Мына жерде бізде өзі дайын тұр элементтері. Тек мынаны алып тастаймыз жазуды. Себебі орнына қазір басқа жазу қоямыз. Тапсырыс берген клиенттің қалауы бойынша. Мына жерде трек кім еді? Арнау тобы. Өлеңнің аты адалдық. Енді тексті таңдап аламыз да. Мыналардың барлығы кесуге дайын тұр, тек тексті ғана. Мына жерде Arial'дың жирныйына қойсақ, бізге қазір тазалап алуға өзімізге де оңай болады. Ctrl-A мен барлығын белгілейміз да. Мұнда тексті Arial'дың жирныйына қойсақ, қазір өзіміздің тазалап алуымызға оңай болады. Және кішкене үлкейтеміз. Мен трек деген жерде мына жерде қостым екен, ұмытып кетіппін, қазір қоя қояйын. Жирный болып тұр. Енді осыны кесуге дайындаймыз. Мұны белгілеп алдық. Белгілеп алғаннан кейін Ctrl-Q-ді басамыз. Сонда мына жерде отводка шығады. Отводкаға біз 0,1 мм. Мұнан сыртынан 0,1 мм отводка кетті. Енді біз ішіндегісін жоқ қылу үшін астындағы ақты таңдаймыз. Сонда мына жерде мұны осылай плоттер кесуге дайындап тұр. Экспортты басып, EPS форматпен сақтаймыз. Болды, енді мынаны жауып тастаймыз. Енді бізге плоттермен кесетін өзінің мұнда программасы тұр. Сол программаны ашамыз. Мына жерде міндетті түрде 1200-1200 мм деп тұрады. Мынаны ешқандай өзгертпейсіз. Создать новый проект. Одан кейін файлға кіресіз, вивеститке кіресіз. Және жаңа біз адалдық деп сақтадық. Соны открыть деп ашып аламыз. Мына жерде шықты. Мұнда текстта тұр сізде. Стрелкаға алып келеміз де кішкене қатты бұрышта тұрғандықтан астына және жанына кішкене түсіреміз. Болды. Дайын тұр. Мына жерде плоттердің өзінің сурет тұр. Соған басамыз. Гравированияға басамыз. Енді плоттерді қосып, пленкамызды дайындап аламыз. Содан кейін барып кесеміз. Плоттер қосылып жатыр. Және мынадай пленка болады. Мына бізде акрил деп айтылады пленка. 1 метрі 1800 теңгеден, 1700 теңгеден наружный рекламаның заттарын сататын жерлерден сатып алсаңыздар болады. 1 метр сатып аласыздар және осыған арнап кішірейтіп кесіп қойсаңыздар болады. Бізде мынау қалтық болған соң қойып жатыр. Негізі үлкен болып келеді ол. Пленканың қалыңдығына қарайсыздар. Бізде пленка қалың болғандықтан мұнда 90 грамм деп тұр.
Мысалы, мынаны бассаңыз 100-120 деген сияқты өзгертуге болады. Бұнда 90. Егер сізде пленка жұқа болатын болса, онда 50-60 дейтін граммға қою керек. Қойдық. Негізі пленка үлкен болып келеді. Бізде мынау қалдығы болған соң осыны шалып жатырмын. Мынаны көтереміз. Көтергеннен кейін пленканы саламыз. Және мұнда лазерден қызылы пленканың ұшында тұру керек. И мынаны көтеріп жылжытуға болады. Пленканы ұстап тұру үшін түсіреміз де. Мынаның қалың пленка болғандықтан мұнда 90 грамм деп тұрады. Мына жерден өзгертуге болады. Сәтті басамыз. Кетті. Бұл деген қалай? Бізде мына жерден кесіп жатыр. Енді бізде мына пленканы плоттеріміз кесіп берді. Айтпақшы, әйнекті мына зат бізде жаңағы кесуге, қиюға арналған үшін осылай әйнек қойып қойғанбыз. Негізі мынаның үстіне мынаның жалғыз өзін қойсаңыз бетін сызып алады. Сол үшін астына бір мата төсеген дұрыс болады. Соны төсеп қойдық. Енді мынаны ашамыз. Сіздерге көрініп тұр ма? Осылай міне күшті алып кесіп береді. Плоттерді алған кезде де қарау керек, оның өзінің арнайы жаңағы дискісі болады. Сол дискіға қарап, өздеріңіз установкасын жасап алсаңыздар болады. Егер сатып алып, түсінбей жатсаңыздар, бізге хабарлассаңыздар, көмектесеміз. Осылай күшті алынып қалады. Тек бетін ғана аламыз алып жатқан кезде. Астынан да алып кетіп жатқандар бар, кішкене байқап қолымызбен. Мына жер ең нәзік жерлері. Күшті өтіп кеттік. Енді бізге ең керегі осындай стекло. Бұл стеклоның аты орт стекло деп айтылады. Әйнекте емес, стеклода емес, және пластикта емес, сол екеуінің ортасы. Ең бастысы қолыңыздан түсіп қалса сынып қалмайды. Осындай бір листісін сатып аласыз. Бір листісі мынау тройка размері. Шамамен 7-8 теңгенің арасы болады. Бір листің размері 120-да 240. Енді мынаны кесу үшін өзінің арнайы резак бар, жаңағы көріп тұрсыздар, осындай резак. Мұны біз 1600 теңге сатып алдық. Наружный рекламаның заттарын сататын жерден аласыздар осының барлығын. Сіздерге ең тиімдісі осылай сатып алған. Және осылай кесіп аласыздар. Кескен кезінде басында кішкене ізін салып аласыздар. Одан кейін сол ізбен жүріп отырасыздар. Міне. Аккуратно кесу керек. Егер мынадай резак болмаса, қазір тағы бір резак бар, сонымен де кесуге болады, бірақ ол уже аккуратно кеспесеңіз, орт стеклоңызды сындырып алуыңыз мүмкін. Егер сіздер осылай орт стеклоның бір листісін сатып алып, өздеріңіз кесіп істейтін болсаңыздар, бір лист орт стеклодан А4 беттің 36 штугы шығады. Сонда сіздерге бір А4 орт стекло 20 теңгеден ба түседі. Ал басқа біреуден сатып алатын болсаңыздар, дайын алатын болсаңыздар, сіздерге 1000 теңгеден, 800 теңгеден сатуы мүмкін. Көбісі қазір А4 рамкасымен істейді. А4 рамкасы білесіздер, ол қазір қымбат.
одан көрі осы ортстеклоны сатып алып осылай кескен әлде қайда тиімді. Міне прям күшті болып шықты, түп-түзу болып. Аккуратно істесеңіздер барлығы әдемі болып шығады. Және екі жағында пленкасы болады, пленкасын алмаймыз. Әбден кесіп болғаннан кейін барып пленкасын аламыз. Кеспей тұрып пленкасын алатын болсаңыздар, айғыз болып қалуы мүмкін. Міне дайындап алдық. Жаңа сызып қойған екен бе? Ең бірінші біз сатып алғанда екі жағында пленка болады, бір пленкасын өзіміз алып тастағанбыз ғой. Білмей қалдық. Содан кейін міне кішкене сызып алдық. Ал екінші пленка жағы алынбаған соң ол тап-таза болып тұр. Сол үшін біздің қателіктер жасамаңыздар. Енді біз мына жерде өзіміздің жұмысымыздың атын кесіп қойдық пакетке жабыстыруға. Ол үшін бізге монтажка керек. Монтажканың 1 метрі 900 теңге болады. 1/1 метр квадраты. Және 50-де қалай 50-де 1 қылып тастатады. 450 теңгеден алсаңыздар болады. Мынаны дейтін бір қолданғаннан кейін ары қарай да қолдана бересіздер. Осылай болып сатылады. Мен мына жерде қолданылған түрі бар. Осындай бір жерге жабыстырып қойсаңыздар тұра береді ол. Соны алам. Және мынаған жабыстырам. Жабыстырам. Біз сосын осындай бейчіктер жасаймыз. Сол бейчікті осыған да пайдалануға болады. Монтажымыз ұзын болып кетті енді. Мына жерде кішкене артындағы наклейкасы дұрыс алынбай қалды. Енді мына жерде мынандай пакет. Мынау ровно А4-ға арналған, А4-дан кішкене ғана үлкен. Жаңа әйнекті салғанда прям күшті болып тұрады. Мына пакеттің 10 штугын алатын болсаңыз, оптым сатып алдым, біреусі 130 теңгеден түсті. Ал егер бірден сатып алатын болсаңыз, 180 теңге ма болады. 1300 теңгеге 10 штугын сатып алған дұрыс. Және ортасы ма осы? Жабыстыра берейін ба? Жабыстырайыншы. Енді сіздерге осындай глянц бумага керек. Глянц болғанда самоклеющий фотобумага деп жазып тұрады. А4 размер. Бұның біреусін 1500 теңгеден ба, 1800 теңгеден ба алдым. Ол самоклейка А4 размер и және мына жері ашылады. Қазір біз оны ашпаймыз. Бірінші принтерға неге саламыз принтерға. Бізде принтер 805. Егер бизнес бастаймыз, сізге принтер керек. Принтерді біз 105 мыңнан сатып алғанбыз. Қазір 115 мыңға өсіп кесіп алғанбыз. Сосын резакты қолданғанда да осындай резак наружный реклама жасайтын жерден алсаңыз болады. Міне осылай ашып аламыз самоклейканы. Енді дәл ортасы осы болады. Жабыстыра берейін. Жабыстыра берейін. Сол жаққа тақап тұрып жабыстырып тастаймыз. Енді QR кодты ашамыз. QR кодты қазір мына жерге қойсақ болады екен. Или жанына қойған дұрыс сияқты. Жанына қояйық. Енді мынаған жаңағыдай монтажға жабыстырамыз тағы. Әйнегім сырып қалмасын. Монтажканы.
егер сіздерде мынандай плоттер болмайтын болса, мынаны қағазға шығарып алып, осының астына қойып, жаңағы штрихпен бастырып шықсаңыздар болады. Аккуратно бастырып шықсаңыздар, әдемі болып шығады. Міне бізде осылай дайын болды. Және енді ең соңғы қалған стойкасы ағаш. Мынаны өздеріңізге жақын жерде ағашпен айналысатын кісілер болса, мысалы біз өзіміз бесік жасайтын кісіден аламыз осы ағашты. Осылай дайындатып аламыз. Және міне мынаған салғанда орнына келіп тұрады. Осылай. Дайын.